Баршаңызға сәлем. Бүгінгі біздің менюмізде Наполеон торты. Үй жағдайында жасалынатын аз шығынды, көп болатын және тойымды Наполеон тортын дайындаймыз. Наполеон тортын дайындау үшін біз тесто дайындаудың қажеті жоқ. Дайын дүкеннің самсаға арналған тестасын алсаңыздар болады. Алып кеп үйге 2-3 сағатқа сыртқы бөлме температурасында сақтаймыз. Алып келіп қамырымызды жаямыз. Жайғанда біз жұқа қылмай 3 мм қалыңдықта жаямыз. Bir келкі ғып жайып, қамырымызды 4 бұрышты ғып духовкамызда пісіріп алуымыз керек. Қамырымызды жаймас бұрын әрқашанда қамырды салар кезде сіздердің духовкаларыңыз қажетті градуста ыстық болып тұру керек. Сол үшін бізге 180 градуста пісіреміз. Сол үшін біз духовкамызды 180 градусқа қыздыра береміз. 180 градусқа қыза бергенше біз қамырымызды жайып дайындаймыз. Қамырымызды осылай жайып, 4 бұрышты кубик-кубик қып кесіп алып, өзіміздің листімізға саламыз. Менде бір теста, сол бір үлкен лист болады. Кесіп салып аламыз. Қыздар, үйде жасап көріңіздер, өте дәмді. Отбасыңыз қуанып, күнде сұрайтын болады. Және холодильникте сақтасаңыздар, ұзағынан жей бересіздер. Міне, біздің немізге саламыз, листімізге салып, қамырымызды пісіреміз. Қамырымыз піскенше біз жаңағы кремді дайындаймыз. Ол кремді дайындау үшін бізге ешқандай творожный сыр, сливки қажет емес. Яғни 2 жұмыртқаны аламыз, 2 жұмыртқаны жарып, ыдысымызға саламыз. Мен бұл жерде қазанды қолданып тұрмын, өйткені біз бұны қазір отқа қоямыз. Сол үшін өзіңізге табаққа немесе қазанға ыңғайлап істесеңіздер болады. Егер үйіңізде миксер жоқ, венчик жоқ болатын болса, вилкамен қозғасаңыздар болады. Жұмыртқамызға құмшекерімізді салып, ерігенше 5 минуттай қозғаймыз. Осылай ертіп, жақсылап араластырып, ертіп дайындаймыз. Қыздар, мен негізі видеоны бірінші түсіріп алам, сосын озвучка жасаймын. Көп өттеріңіз, даусыңыз дұрыс шықпай жатыр дейді. Немесе жай сөйлейсіздер дейді. Сол үшін мен арнайы микрофон сатып алып, сіздерге озвучка жасауға менің еңбегімді бағалап кетіңіздер. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Жұмыртқа, құмшекер ертіп алғаннан кейін үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып, тағы араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнымыз ерігенше араластыра береміз. Кішкене қоюланған сияқты болады, бірақ сонда да араластырамыз. Жұмыртқа, құмшекер, ұнның өлшемін, мөлшерлерін бәрін мен описанияда тастап кетемін. Міне, ұнымызды араластырып, үстіне сүт құямыз. Сүтімізді тоже араластыра береміз. Көп ұзақ араластырған сайын өте әдемі болады. Сүйтемізді осын араластырып, қызып тұрған пештің үстіне қоямыз. Қызып тұрған пешіміздің үстіне қоямыз. Араластырамыз. Комоктарының бәрі кету керек. Комоктары кеткеннен кейін пешке қоямыз. Пешке қойып, орта доқта 10 минут қайнағанша ұстап тұрамыз. Яғни онан кейін үстіне сары майымызды саламыз. Сары майымызды да саламыз. Салып, жақсылап ерігенше араластырып тұрамыз. Қыздар, сәл кремі ұзақ уақытты алады, бірақ оны дайындауға тұрарлықтай. Яғни сіз сливки, творожный сырды қойып ақшаға сатып алғанша, осындай крем жасап, осы кремді үйден алып, медовыйға тоже қолдансаңыздар өте дәмді болады. Бір күні мен медовый жасап, тоже сіздерге рецептін салам. Ол да өте дәмді болады. Үй жағдайында аз ғана қаражатпен балдарымызды қуантқанға не жетсін. Қыздар, менімен бірге болыңыздар. Рецептім ұнаса, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Мен үнемі қыздар деймін. Сонда күлет бір кісі жазып жіберді, неге тек қана қыздар, ер адамдар да қазір балдарын көп қуантады ғой деп. Мен қуаныштымын. Менің аудиториям
ер әйел кісілердің көбеюіне және аудиториямның көбеюіне, үй жағдайында аз ғана қаражатпен отбасымызды, балдарымызды қуантқанға не жетсін. Біздің креміміз дайын болды. Осылай қойып қоямыз, бетін жауып қойып қоямыз. Біз жасап болғанша духовкамызда тестамыз дайын болды. Арада 30 минут өтті, креміміз суыды. И жаңағы өзіміздің тестамыз пісірген қамырымыз дайын болды, суыды. Міне, мен қазанның үстіне араластыра берем. Маған басқа ыдыстың қажеті жоқ. Жаңағы кремі бар қазанның үстіне мынау жаңағы піскерген тестамызды бөліп, өзіңіз қалағанша, егер майда болған наполеонды қаласаңыз, майдалауыңызға болады. Қатпар-қатпарын бөлек алып салсаңыз болады. Міне, бәрін салып боласыз. Сосын жақсылап араластырамыз. Кішкене жаңағы бетінен слоеный тестаның кішкене үлпек қамырларын, жаңағы піскен бөлігін алып қаламыз. Қазір бетіне әрлегенге дайындаймыз. Осылай жақсылап жаңағы кремімізді араластырамыз қазанға. Сосын тағы бір ыдыс дайындап, сол ыдысқа салып, холодильникте 30 минут ұстаймыз. Мен сіздерде форма болса, астына фольга төсеп формаға салып қойсаңыздар болады. Өйткені оны алуға өте сіздерге ыңғайлы болады. Менде форма жоқ, сондықтан мен осындай пластмасс 4 бұрышты ыдысқа саламын. Холодильникте 30 минут сақтаймын. 30 минут менің уақытым жиі болғаннан кейін мен 30 минут сақтадым. Сіздер азанда жасап қойып, кешке алсаңыздар болады. Ол кезде креміңіз сіңіп, өте дәмді, бөлінгенде де тез, жылдам бөлінетін болады. Міне осылай жаңағы салған кезде жайып үстінен басып тығыздап сала беріңіздер. Сонда жаңағы креміміз біздің жаңағы піскен немізге тестамызға сіңіп, креміміз қамырымызбен әдемі болып тұрады. Міне, мен осылай бетін 4 бұрыштығып, жан-жағына шетіне дейін жеткізіп, үстінен басып салып, холодильникке 30 минутқа қойып қоям. 30 минутта жаңағы креміміз қамырымызға сіңеді, жұмсарады. Міне, бізде 30 минут өтті. Біздің жаңағы пирогымыз, жаңағы кремі өзіне сіңді. Осылай ыдысқа, тарелкаға төңкересіздер. Егер сіздер формада болса, шетінен ала саласыз, формаңыз тарелкада, пирогыңыз қалады. Үстіне себесіздер, шетіне саласыздар. Жаңағы нелерін, үлпектерін шетіне, жан-жанына жағып, өзіңіз қалауыңызша әрлесеңіз болады. Мен мұнда әрлеп жатырмын. Менімен бірге аз ғана қаражатпен отбасымызда әрдайым қуантып жүре берейік. Ас болсын. Каналыма жазылып, лайк басып кетіңіздер.